Бүгін таңертең ерте тұрып, атаның бөлмесіне барып, сәлемімді салып, терезелерін ашып, таза ауа кіргізіп қойдым. Сонымен атаны жуындырып, шайындырып алмасам деп, мына сақал мұрттары өсіп кеткен ғой. Сөйтіп тап-таза қылып сақал мұртын алып бердім. Бүгін енді алғаш рет командамен кездесу болайын деп жатыр. Мерке, Қорағаты, жан-жақтан осы Луговойдың ауыл аймақ жағынан менің командамдағы осы сибирский компаниясына тіркелген қыздарым келейін деп жатыр. Кәдімгідей бір жағынан қобалжып жүрмін, бір жағынан қуанып жүрмін ғой. Енді алғаш рет енді кездесейін деп жатырмын. Командамда қыздарға осы сибирский компаниясы маркетинг планын, айлықты қалай есептеуге болады, қалай тез көтерілуге болады, команданы қалай жинаймыз, одан бөлек жаңа планды қалай жазамыз деген секілді осының барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Барлық папкаларымды, жаңа заттарымды, подаркілерімді салып алғам ғой. Енді ерекше күн болайын деп жатыр бүгінгі күн. Сондықтан да ең бірінші үйдегілердің жағдайын жасау керек, қарындарын тойдыру керек деген секілді. Сонымен енді таңғы барлығын беріп болғаннан кейін сразу обедке кірістім. Бүгін енді обедте бізде мантыға енді барлығын күшлеп дайындап, көп болып еді негізі үйдегілер манты жемегеніне. Сол мантылерді дайындап, қарындарын тойдырып, содан кейін барып өзімнің жұмыстарымен шығам. Негізі маған осы тиктокқа, инстаграмға мысалға видео салам ғой, сол жерде көп комментарийларда жеке өзіме де мынандай хаттар келіп жатады да. Өзіңе неге уақыт бөлмейсің, осылай құл секілді жұмыс жасап жүре бересің ба, қыдырмайсың ба, жассың ғой, ертең өмірің дем арасында өтіп кетеді, бәрібір рахмет жоқ жұмыс деп сөйтіп айтып жатады да. Бірақ та қыздар, бұл үлкен кісілерге қарағанның арқасында мен үлкен жетістіктерге жетіп жатырмын. Жақсы өмір сүру үшін әр адамның өз қолында. Қаншалықты өмірге шағым айтқан сайын сіздің өзіңіздің проблемаңызда, өмірге деген құлшынысыңызда мысалы азая бастайды да. Сондықтан да Аллаға сансыз шүкір, өз қалауыммен өмір сүріп жатырмын. Ешкімнен кем болып жатқан жоқпын. Мысалға атамды да қарап жатырмын, жыл сайын мысалы баламды да туып жатырмын, қонағымды да күтіп үлгеріп жатырмын деген секілді. Алланың беріп тұрған мүмкіндігін пайдаланып, үйден шықпай-ақ бала шағамның қасында жүріп, қалаған дәмді тамақтарын, тәттілерін пісіріп беріп, қонағымды күтіп, атама күтімімді жасап, бала шағама қарап, үйден шықпай-ақ, ешкімге қыздар тәуелді болмай-ақ, ай сайын миллиондаған табыстарымды тауып жатырмын. Мына жерде жолдасыма көрсетіп, мақтанып жатырмын, мінекей бала шағаның қасында сендердің жағдайларыңды жасап отырып, үйден шықпай-ақ осыншама табысымды тауып жатырмын деп күйеуім құттықтап жатыр ғой. Енді қыздар, сіздерге айтпағым, кім осылай үйден шықпай-ақ табыс тапқысы келеді. Командама қосылып, осылай 6 айдың ішінде мен секілді салоннан машина алып, 1 жылдың ішінде үйлі болғысы келеді. Қыздар, мен сіздерді командамда күтемін. Барлығын сіздерге тегін үйретемін. Үйден шықпай-ақ табыс табуға болады. Және де қыздар, менің командама келіп тіркелем десеңіздер, мына биода тұрған сілтемеге өтіп, WhatsApp чатқа өтсеңіздер, толықтай ақпараттарды жібереміз, маркетинг план барлығын өзіміз түсіндіреміз. Осы сілтеме арқылы WhatsAppқа өтесіздер. Осы жерді бассаңыздар, сіздерге осындай бет ашылады. Жоғарыда 3 нүктені басасыздар, сол жерден открыт браузер деп тұрады. Вот соны бассаңыздар, прямой менің WhatsApp чатыма қосыласыздар. Сол жақта толықтай ақпаратты беретін